Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді, әрі қатпарлы болып шығатын хаттама нан жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді бастайық. Бізге алдымен 700 грамм ұн қажет, және де 500 мл су, және де 1 ас қасық тұз. Су мен тұзды араластырып, ұнымызға қосып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін, бөлек ыдысқа салып, оған үстіне 1 ас қасық сұйық май қосып, қайтадан қолымызбен илеп шығамыз. Иленген қамырымыздың бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін дайын болған қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлінген бөлікті қолымызбен дөңгелек пішінге келтіреміз. Енді осы 4 қамырдың әрқайсысын жұқа етіп жайып шығамыз. Жайылған қамырымызға ертілген сары майымызды жағып шығамыз. Майымызды жаққаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Қалған 3 қамырды да тура осылай жұқа етіп жайып, арасына май жағып, осындай формаға келтіреміз. Барлық қамырымыз дайын болды. Енді осылардың әрқайсысын видеода көрсетілгендей кішігірім дөңгелек формаға келтіріп жаямыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін қызып тұрған табаға әрқайсысын салып, 2 бетін аудара отырып қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің хаттамамыз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!